Сәлеметсіңдер ме балалар? Қалдарың қалай? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз салыстырмалық теориясы деген да. Салыстырмалық теория дегеніміз ол орысша айтқанда немножко странный нәрсе балалар. Я біз Ньютонның механикасы деген нәрседе біз бүйтіп алатынбыз. Дененің массасы, сосын кейін дененің ұзындығы, уақыт деген нәрселер өзгермейді. Я мысалы ұзындығы 5 метр, машина тоқтап тұрса да 5 метр, жылдамдықпен кетіп бара жатса 5 метр, 24 тонна жүк артқан КамАЗ тоқтап тұрса да 24 тонна, жаңағы жылдамдықпен кетіп бара жатса 24 тонна. Мысалы 5 литр су қайнап жатса да 5 килограмм, жай қайнамай тұрса да 5 килограмм. Ол өзі яғни нәрсе ұқсаған жай күнделікті тұрмыста ол кезігетін. Ал шын мәнісінде болғанда олар өзгереді екен. Мысалы недер өзгереді? Масса өзгереді екен, дененің өлшемі өзгереді екен, сосын уақыт өзгереді екен. Бұлар өзгергенде жаңағы дененің жылдамдығы өте көп болған кезде ол сезіледі. Өте көп дегенде ол жарық жылдамдығына жақындаған кезде. Ал біздегі қазір жер бетіндегі ең жылдам қозғалатын жер шары ғой, мысалы жерді күнде 30 км секунд жылдамдықпен айланады. 30 км деген түк емес қой, жаңағы 300 мың км секундпен салыстырғанда. Осындай нәрсе. Сондықтан салыстырмалық теория дегеніміз жаңағы соған байланысты шыққан нәрсе. Енді мына жерде бір анықтама айтайық. Бір санақ жүйесінен екінші санақ жүйесіне өткенде дейді, өзгермейтін физикалық шамалар инвариантты шамалар деп аталады. Инвариантты шамалар. Бір санақ жүйесі, мысалы санақ жүйесі дегеніміз координаттар жүйесі, мысалы x кіргізеді. Оған уақытты қосасың, сонда мысалы бірінші санақ жүйесі, мысалы жаңағы платформамен салыстырып алсақ, екіншісі соның ішінде кетіп бара жатқан поездмен салыстыруға болады. Сонда екеуінің ішінде де мысалы жаңағы масса, жаңағы мысалы бір қалыпты жылдамдықпен қозғалса жылдамдық, уақыт, ұзындық өлшемдері инвариант деген сол өзгермейді деген. Инвариант деген осыны айтады олар. Инвариант дегеніміз. Енді Галилей деген кісі мынандай салыстырмалық жаңағы принципін кіргізген. Бүйтеді. Галилейдің принципі, НТ-де бұл сұрақ бар, балалар, бүйтеді. Барлық инерциялық санақ жүйелерінде механикалық құбылыстардың барлығы бірдей өтеді. Механикалық құбылыстардың мысалы бір санақ жүйеде өтіп жатса, келесінде дәл сондай өтеді. Инерциялық санақ жүйесі дегеніміз, ол Ньютонның бірінші заңы орындалатын санақ жүйені инерциялық санақ жүйесі деп атайды. Вот енді 39-шы бетіне келсек, балалар. Так, Эйнштейннің постулаттар деген бар, Эйнштейннің постулаты дегеніміз бірінші постулаты былай дейді, Эйнштейннің постулаты. Вакуумдегі жарық жылдамдығы жарық көзінің жылдамдығына да, жарықты бақылаушының жылдамдығына да тәуелсіз дейді. Мысалы, механикада біз оны олай айтпай тұрмыз, Мысалы, екі машина қарама-қарсы келе жатса, мысалы, біреу 2 метр, біреу жаңағы 3 метр секунд жылдамдықпен келе жатса, ол жермен салыстырғандағы жылдамдығы. Ал біреумен бірінен салыстырғандағы жылдамдығы, онда ол екеуінің қосындысы болады ғой, 5 метр секунд жылдамдық болады. Сонда ол жаңағы тәуелді болып отыр. Ал жарық жылдамдығымен қозғалған нәрсеге, ол жарық көзі қозғалып бара ма, қозғалмай тұр ма, немесе жарықты бақылап тұрған бақылаушы қозғалып бара ма, қозғалмай тұр ма, оған қарамайды, олардың барлығының жарықтың жылдамдығы бұл жерде тәуелсіз болады жаңағы. Бірінші постулат деген сол. Екінші постулат бүйтіп айтады. Кез келген инерциялық санақ жүйесінде барлық физикалық құбылыстар бірдей өтеді. Галилейдің салыстырмалық несінде болғанда, принцип болғанда, онда барлық механикалық құбылыстар бірдей өтеді деген. Ал Эйнштейн болғанда тек қана механикалық емес, барлық физикалық құбылыстар бірдей өтеді деп айтқан өксі. Сонда НТ-де осы екі сұрақ бар, жаңа Эйнштейн салыстырма постулаттар деген. Бірінші, жарық жылдамдығы оның бақылаушы мен жарық көзінің жылдамдығында тәуелді емес, ол әрқашанда тұрақты болады. Екіншісі, ол кез келген инерциялық санақ жүйесінде барлық физикалық құбылыстар бірдей өтеді деген. Сосын жаңа өзіміз жоғарыда айтып кеткендей, теперь жаңағы
дененің өлшемі қалай өзгереді дегенде. Вот былай қарамен. Ұзындықтың қысқаруы деп айтады. Мысалы, бұрын тыныш тұрғанда оның ұзындығы 50 болатын болса, оны түбірасында 1 минус b квадрат бөлінген с квадратпен көбейтеді түбірасында. Сонда мынау, мысалы өзін қарап көрсеңіз, егер b квадраттың с-ға тең болатын болса, онда жылдамдық онда өлшем одан 0 болады екен ғой даже. Мысалы, жарғы жылдамдығымен қозғалған дененің тыныштықтағы ұзындығы бар болатын болса, ол жылдамдық кезінде оның ұзындығы 0 болады деген сияқты. Сонда қозғалған кезде оның жылдамдығы азаяды екен, иә? То есть ұзындығы. Бұл жаңағы ұзындықтың өзгеруі деген. Екінші, жылдамдықты қосудың реляативтік заңы деп айтады, мысалы. B1 тең B0 плюс B. Вот когда мынау біріне бір қарама-қарсы қозғалған кезде, біріне бір қарама-қарсы, мынау біріне бір бағыттас қозғалған кездегі жылдамдықтың салыстырмалылығы жаңағы. Мысалы, мен жерден қарап көрсек, V денемен де санақ жүйесі де, мысалы, V0 деген санақ жүйесінікі V2 деген дененің жылдамдығы ғой, сонда былай алып қарауға болады. Екеуі де с-ға тең болады болса, онда мына екеуінің қосындысының жартысына тең болады. Мына екеуінің айырмасының тең болады деген сияқты, иә? Бұны есептер шығарамыз, сол кезде көрсетемін. Массаның тәуелділігі дейді. Мынау тыныштық тұрғандағы массасы m0 деген. Анау қозғалыстағы массасы, онда сол кезде есептер шығарамыз, сонда көрсетемін, жарай ма? Ол сонда қарап отырсаңдар, балалар, міне. Ылғи, міне біреу түбірасында 1 минус b квадрат с квадрат деген. b квадрат данный мәметтегі дененің жылдамдығы, ол жарғы жылдамдығына өте жақындау. Ал егер мысалы жарғы жылдамдығы өте аз болса, сонда мынау міне біреу өрнек 0 болып қалады ғой онда. Онда массасы тыныштық массасына тең болады. Неге? Мысалы біздің жаңа КамАЗдың массасы тыныш тұрғанда массасына тең болады. Себебі оның жылдамдығы жарғы жылдамдығымен салыстырғанда өте аз болып отыр ғой. Көрдіңіз бе? Бұл есептерді шығарған кезде түсінікті болады. Қазіргідей немножко странный болып тұрған ұқсайды, иә, балалар? Енді былай қарай. Жаңа жерлердің бәрін көрсеттім ғой, да? Енді механикадағы импульс. Вот импульс дегеніміз біз білеміз, механикада импульс дененің массасын жылдамдыққа көбейткен тең. Солай ма? Бұл кезде біз бүйтіп айтатынбыз, импульс өзгереді тек қана за счет жылдамдықтың өзгеруі арқылы дейді. Масса өзгермейді деп айтатынбыз. Енді болғанда бізде масса да өзгереді. Көрдіңіз бе? Міне массаның орнына жаңағы массаның өзгеретінін қоямыз, соның жылдамдығын көбейтеміз. Ньютонның екінші заңы да тоже самое. Мысалы, біз болғанда механикада F тең ma дейтінбіз, онда А үдеугені өзгереді, сол үдеуге байланысты жаңағы күш өзгереді дегенбіз. Ал мына жерде дененің массасы да өзгереді екен ғой, былай қарай, иә? Мұндағы 0 деген индексі бар, немесе m0 дегеніміз, ол тыныштық массасы. Енді энергия туралы айтатын болсақ, біз балалар механикада мысалы айтатынбыз, иә? Механикада жаңағы дененің кинетикалық энергиясы, потенциалдық энергиясы деп солай қарай айтатынбыз, иә? Ал енді салыстырмалық теореманы алып қарағанда, вот мына дененің толық энергиясы дейді, мысалы анықтамасын айтып көрейік. Дененің толық энергиясы, ол мына mс квадрат, толық энергиясы. Оның тыныштық энергиясы m0 с квадратқа, с деп отырған жарғы жылдамдығы ғой. Тыныштық энергиясы мен кинетикалық энергиясы m0 b квадрат, данный моменттегі оның жылдамдығы b квадрат бөлінген кинетикалық энергиясының қосындысына тең болады сонда. Мс квадрат тең m0 с квадрат плюс m0 b квадрат бөлінген 2 деген, е? Уақыт қозғалмайтын бақылаушыға қарағанда баяулайды дейді. Уақыт тоже самое жаңа. Т деген уақытымыз Т0 бөлінген турасындағы жаңағы өрнек. b квадрат минус с квадратты азайтасың. Ол тыныш тұрған кездегі жаңағы уақыт. Сонда уақыт қозғалмайтын бақылаушыға қарағанда баяулайды деген, е? Көрдіңіз бе осыны? Сонда жаңағы 4 түрлі немене болды ғой, балалар, е? Бірінші немене болды ме? Уақыт болды, энергияны өзгерді, импульстің өзгерді, содан кейін мына жақта жаңағы масса и жаңағы немененің өзгерісі, ме? Ұзындық, масса, жылдамдықтың қосу әдістері, сосын импульс, Ньютонның екінші заңы,
и энергия, и уақыттың өзгерісі деген осындай формулада бірнеше. Сонда байқасаңдар, міне біреу түбір астында 1 минус b квадрат бөлінген с квадрат дегенде ұзындықты тапқанда ғана бұны жаңағы тыныштық күйіндегісін сол өрнекке көбейтеміз. Ал масса мен уақыт тапқанда ол екеуінен де жаңа сол өрнекке бөлінеді. Көрдіңіз бе? Осындай болып тұр, иә? Осымен осы тақырыбымыз енді бітті, иә?